Бабалар ізімен тарихи ғылыми экспедициясы Жапониядан Оңтүстік Кореяға келіп жетті. Олар 13 ғасырдағы Құбылай хан әскерінің жүріп өткен жолын қайталап, күншығыс елінен Корей түбегіне кемемен аттанды. Екі елдің арасын Шығыс теңізі бөліп жатыр. Экспедиция мүшелері 3 сағатқа созылған сапар барысында бабалардың жүрген жолын басып өтті. Моңғол әскері Корей түбегін жаулауды 1231 жылы Үгедей ханның тұсында бастаған. Осы уақыттан бастап 1256 жылға дейін олар корейлерге қарсы 6 үлкен әскери жорық ұйымдастырады. 1256 жылы Корея патшалығы моңғолдардың билігін толық мойындайды. Және осы уақыттан бастап алым салық төлей бастайды. Ал Құбылай хан әскері 1273 жылы Кореяның оңтүстігіндегі аралдарды бағындырып, осы жерлерді Жапонияға қарсы шабуылда форпост ретінде пайдаланады. Осындай тірек аралдардың бірі Жежу аралы. Осыдан тура 8 ғасыр бұрын Құбылай ханның әскері дәл осында жиналып Жапонияны бетке алады. Мыңдаған кеме және 140 мыңнан астам әскер Жапонияға осы жерден шыққан болатын. Бабалар ізімен экспедициясы дәл осында келіп, осы орынды өз көзімен көруге шешім қабылдады. Бүгінде бұл жер Оңтүстік Кореяға қатысты үлкен теңіз айлағы болып табылады. Жежу аралы орта ғасырлық Корея мемлекетінің моңғолдармен күресте ең соңғы бас сауғалаған орны болған. Осы жерде 1273 жылы Құбылай әскері мен корейлер арасында шешуші шайқас болады. Бүгінде мұнда осы шайқасқа қатысты тарихи музей және арнайы кешен тұрғызылған. Сеулдің жанында көп әскері сол жақтан қашып, міне осы аралға келген. Менің артында тұрған солардың жасаған қамалы. 1273 жылы моңғолдар бұларды қуып осы аралға келген. Осы аралда жиналған 12 мың корейлердің жауынгерлерімен осы арада соғыс болады. Бұл шайқаста олар жеңіліс табады. Ал Корей түбегі 1370 жылға дейін, яғни 100 жылға жуық уақыт бойы Моңғол империясының қол астында болып, алым салық төлеген. Осы уақыт аралығында Жежу аралында 3000 сарбаздан тұрған моңғолдардың әскери гарнизоны орналасқан. Олардың басым бөлігін түркі және қыпшақтан шыққан жауынгерлер құраған. Және осы әскердің кавалериясында көп жылқы болған. Содан бері 8 ғасыр өтсе де, бұл аралда жылқы бағу дәстүрі әлі сақталған. Және бұл дәстүрді корейлер біздің бабаларымыздан алған. Жежу аралында жылқы көп. Біз жылқы майын өндіреміз және оны косметикалық мақсатта пайдаланамыз. Сондай-ақ жылқының сүйегінен кальций дәруменін жасаймыз. Аралда жылқы етінен тағам ұсынатын ресторандар да көп. Жежуде 12 мыңнан астам қамбар ата тұқымы бар. Бұған қоса жылқының туризмді дамыту үшін қолданамыз. Туристер осында келіп, атқа мініп сейіл серуен құрады. Былтыр Жежу аралына 12 миллионнан астам турист келген. Осылайша біздің бабаларымыздың атының тұяғы тиген жерлерде осындай айқын іздер қалған. Бабалар ізімен экспедициясы Сеулде аз кем аялдаған соң Қытайды бетке алады. Саят Жөкенұлы, Қуаныш Қожабеков және Арман Данышбаев, Хабар 24 үшін.